Жамбыл ауданының прокуратура өкілдері журналистерге аудан орталықтары бойынша арнайы пресс-тур ұйымдастырды. Кәсіпкерлер мен кәмелетке толмаған жасөспірімдер құқықтарының қорғалуы құқық қорғау органдарының тікелей бақылауында болған. Осыған орай 2016 жылдың 9 ай ішінде жеке және заңды тұлғалардан 78 мәлімдеме келіп түскен. Барлық салада 21 тексеріс жүргізіліп, 69 құқық бұзушылық анықталған. Прокуратура органының биылғы жылы 2016 жылы біз Қазақстан Республикасы бас прокуратурасының бекітілген 85-ші нұсқауына сәйкес өзіміздің күнделікті жұмыстарымызды атқарудамыз. Яғни біз биылғы жылы барлық мемлекеттік мекемелерде, мемлекеттік органдарда, яғни 21-ден астам тексеріс жүргізіп, соның ішінде біз 69-дан астам құқық бұзушылық табылып, соның 64 құқық бұзушылық осы күнге дейін түгелімен қалпына келтірілген болатын. Және де біздің осы қолдану шараларымыздың арқасында 483-тен астам азаматтардың құқықтары, конституциялық құқықтары түгелімен қолданып, біз 16-дан астам адамды тәртіптік жазаға тартып, 138 адам әкімшілік құқық бұзушылық шарасын бұзғаны үшін тәртіптік жазаға тартылған болатын. Құқық қорғау органдары аудандық Нұр Отан партиясымен бірлесіп кездесу өткізді. Бірлескен отырыста кәсіпкерлер бизнесі жайында сөз қозғалып, олардың құқықтары туралы айтылды. Қазіргі таңда Жамбыл ауданы бойынша 973 тұрғын кәсіпкерлікпен айналысады. Алайда оның 90% ғана жұмыс атқаруда. На последнем совместном заседании Бұл отырыста әрбір қатысушы кәсіпкерлік бизнесінің құқықтары жайында сөз қозғады. Жалпы Жамбыл облысының кәсіпкерлерінің арасында 90% ғана өз жұмыстарымен айналысады. Бұл дегеніміз қалған 10% жай ғана тіркелген. Алайда мемлекетке келтіріп отырған пайдасы жоқ. Осыған байланысты облыс прокуратурасына 2 мәлімдеме келіп түскен. Соған орай 5 заң бұзушылық байқалған. Жамбыл ауданы кәсіпкерлер палатасы филиалының директорының сөзінше, жыл басынан бері аудандық филиалға 115 мәлімдеме келіп түскен. Оның 54 мәлімдемесі оң нәтиже көрсеткен. Сонымен қатар жыл басынан бері заңсыз әрекет еткен 19 факт тіркелген. За 8 месяцев текущего года біз Нұр Отан партиясымен тығыз қарым-қатынас орнатамыз. Партия өкілдері әртүрлі оқыту семинарларын өткізіп тұрады. Соған сәйкес бірлесіп құқық бұзушылықтан алдын алуға тырысамыз. Жыл басынан 54 мәлімдеме түссе, оның 53-і шешімдерін тапты. Кәсіпкерлердің көбінесе салық, тіркеу, лицензиялау сияқты сұрақтар түседі. Ал құқық жағынан әртүрлі келісім шарттар, арыздар және ең бастысы мемлекетті қолдау жөнінде сұрақтар келіп түседі. 2016 жылдың 17 мамыр айынан 1 маусым аралығында ашық есік күніне орай Нұр Отан партиясының Жамбыл аумақтық филиалы мен аудандық прокуратурамен бірлесе отырып, аудан тұрғындарымен кездесулер өткізген. Бұл кездесулерге барлығы 13 мекеме қамтылып, 50-ге жуық адам қатысқан. Из главных направлений в нашей работе біз жұмысымызды барлық тұрғындардың назарына бағыттауға тырыстық. Жемқорлықтың алдын алу қазіргі таңда өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Осыған орай біз Жамбыл облысының прокуратурасымен бірлесе отырып, әр мекемені аралап, жемқорлыққа қарсы кездесулер өткіздік. Жалпы 13 аудандық мекемелерге баруды жоспарлаған болатымыз. Ең бірінші, әр тұрғынға жемқорлық деген не және оның салдары қандай әрекеттерге әкеліп соқтыратындығын түсіндірдік. Жыл басынан құқық бұзушылық салдарынан жапа шеккен 483 азаматтың құқығы қорғалып, 138 адам әкімшілік тәртіптік жазаға тартылған. Сонымен қатар дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша келген 19 маман өздеріне жүктелген міндетті орындамай жалпы 1,5 миллион теңгені құрайтын қарызды өтемеген.